Тағы бір сұрақ, мұсылмандар неге мазхабтарға бөлініп алып бір-біріне соғыс ашады? Тек қана бір мазхаб болу керек деп ойлаймын дейді. Болу керек деп ойлау басқа, бола ма болмай ма оны қарастыру басқа. Сондықтан да пайғамбарымыздан жеткен бір хадис риуаят бар. Менен кейін үмметім 73 тармаққа бөлінеді, біреу ғана жәннатқа барады, яғни біреу ғана тура жолда болады деген. Сондықтан да яһудилерде 72 тармаққа бөлінген, христиандарда 71 тармаққа бөлінген деген мәліметтер келеді. Яғни бұл енді көп бағыттарға бөлінеді деген мағына ғой, нақты сан емес. Сондықтан да мұсылмандардың әртүрлі мазхабтарға бөлініп кетуі бұл уақыттың, адамдардың, жаңағы ғалымдардың түсініктерінің, болмаса жаңағы көптеген көзқарастардың айырмашылықтарына байланысты қалыптасқан дүние деп қабылдау керек. Бірақ жалпы алған кезде мазхабтар енді бірнеше тармақтарға бөлінеді. Саяси мазхабтар бар. Кейбіреулер арнайы соны жаңағы исламның ішін арандату үшін де сондай топтар құрып, арнайы сондай жоспарлы жобалы нәрселер жасайды. Кейбіреулер теологиялық көзқарастарға байланысты менің құдай танымым басқаша, мен құдайды басқаша танимын, болмаса мен түсінетін дін басқаша деген сияқты. Болмаса кейбіреулер кейбір ғалымдардың пікірлеріне, жекелеген көзқарастарына еріп, артынан мазхабтар пайда болады. Сондықтан да біз енді ол мазхабтардың тарихта болғанын, бола беретіндігін жоққа шығара алмаймыз, және бұл нәрсе тоқтайды деп те ойламаймыз. Бірақ дегенмен де ахли сүнна уәл жамаға немесе сунниттік, яғни Мұхаммед пайғамбардың жолынан жүрген, артынан жүрген мазхабтарды біз амалда төртеу, ақидада сенімде екеу деп қабылдаймыз. Бұлар ханафи, хамбали, малики, шафиғи мазхабтары амалда, және матуриди және ашғари мазхабтары сенімде. Сондықтан да біз бұл мазхабтардың, яғни плюралистік көзқарастарға негізделгенін қабылдаймыз. Өйткені адамның барлығы бір стандартты өмірмен, болмаса бір көзқараспен, болмаса бір жағдаймен өмір сүрмейді. Сондықтан да исламдағы мазхабтардың пайда болуында көптеген хикметтері бар. Ғалымдардың көзқарастарының да мәселені түсінудің де, сол үшін де исламдағы бір нәрсені қатып осылай деп қабылдауға, өйткені әрбір ғалым өзінше таным жасауға да мүмкіндіктері бар. Сондықтан да оны жаңағыдай бұра тартып, болмаса жаңағы қатаң жол жаса жолымен, болмаса жаңағы міндеттеумен олай жасай алмайтын шығармыз деп ойлаймын. Әрине, мазхабтың бір болуы, көзқарастың бір болуы діни бірегейлікке өте жақсы әсер етеді. Бүгінге дейін біздің қазақ қауымы, қазақ халқы ғасырлар бойы ханафи мазхабын ұстанып келе жатқандықтан бізде діни алауыздық, діни бөлінушілік болған жоқ. Сондықтан да осындай бір мазхабтың айналасына шоғырланамыз десе, ұлт ретінде, халық ретінде әрине құба құп болар еді деп мен ойлаймын. Бұл енді біздің қазір діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңның преамбуласында да қазір бар. Біз ханафи мазхабының, сунниттік ислам ішінде ханафи мазхабының тарихи рөлін танимыз деген мағынада. Сондықтан да осы мемлекетте соған мүдделі деп ойлаймын, және әр азамат соған мүдделі болу керек. Яғни бізге Аллаға жақындау әрине белгілі бір мазхабтарды ұстану немесе ұстанбауға қатысты емес, бұл ықыласқа, шынайылыққа, тақуалыққа қатысты дүние ғой. Сондықтан да сунниттің, яғни суннаның, пайғамбардың жолымен жүрген адамдардың барлығын адасушылар деп қабылдамаймыз, яғни адасушылар деп ойламаймыз. Бірақ діни бірегейлікті қалыптастыру үшін, азаматтардың діни түсініктерінің бірыңғай болу үшін бір мазхабты ұстансақ, бір мазхабтың айналасына шоғырлансақ, бір мазхабтың ғалымдарын тыңдасақ, сол бойынша амал қылсақ, сол бойынша кітаптарын оқысақ, мен ойымша ешкімнен кем боламыз деп ойламаймын. Сондықтан да пікіріңіз өте орынды, дұрыс, бірақ енді осындай жағдайлар бар.